Құрметті достар, қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі кезекті салатымыз қысқа арналған, яғни қияр мен сәбізден жақсы бір салаттың түрі. Бізге керегі 4 кг қияр және 1 кг сәбіз, 250 мл 9% уксус және осындай приправы 20 грамм және қантымыз керек. Қант, яғни бұл жерде 210 грамм, яғни 1 стакан алсаңыз да жарайды. 250 мл шемешке май және тұзымыз 100 грамм. Енді қазір сіздерге және де айта кететін чеснок 2 орташа бас. Енді қазір сіздерге қиярды қалай турау керек, сәбізді не істеу керек, барлығын видеода көрсететін боламын. Сәбізді ең алдымен теркадан өткізіп дайындап аламыз. Яғни мындай ірілеу теркаңызды алып, дайындайтын боламыз. Сіздерге көрініп тұрса, және бір үлкендеу ыдысқа алып, барлығын салып 4 сағатқа қалдыратын боламыз. Сәбіздің барлығын осылай теркадан өткізіп шығамыз. Мінекей, біздің сәбізіміз дайын. Енді осының үстіне қиярымызды турап салатын боламыз. Мен, яғни өзімнің огородтағы қиярларым. Осылайынан 4-ке бөлсеңіз жарайды. Немесе кішкене бөліктерге бөлем десеңіз де 3-ке бөліп жібересіздер. Бұны былай да турауға болады. Осылай да турауға болады. Мінекей, көріп тұрсыздар. Бірақ маған ыңғайлысы, өзімнің жақсы көретін форма. Осылай жегенді жақсы көрем. Мінекей. Яғни 3-ке бөліп жатырмын. Себебі огурцеларым кішкене өсіңкіреп кеткен огурцелар пайдаланып тастаймын осы салатқа. Ал енді әдемі деген огурцеларымды оны бөлек өзін жауып тастаймын. Қатты үлкен болса 4-ке бөлулеріңізге де болады, немесе 3-ке, немесе 2-ге. Бұл салатты жасап көрсеңіздер, өте дәмі керемет. Я ащы да емес, я мықты тәтті да емес, орташа. Осы салат барлығына ұнайды, келген қонақтарға да, үй ішіме, отбасыма да барлығына. Сол себепті бұл салатты жылда мен үзбей осы салатты жасаймын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнайтынына 100% кепіл беремін. Осылай барлық огурцемізді турап шығамыз. Міне, достар, бізде қиярымызды осылай турап болды. Сіздерге тағы бір айтатын, егер сіздерде отбасыңызда шағын болатын болса, 2 килограммнан жасасаңыздар болады. Тура осы рецепті теңдей тек бөліп тастайсыздар. Енді біздер чесногымызды қосатын боламыз. Менде мынандай өзімде керемет жақсы көретін менің сүйікті блендерім бар. Осының көмегімен яғни біздер чеснокты айналдыратын боламыз.
мінекей біз жартысы 2 бөліп істеп жатырмын, себебі қатты көп күш түспес үшін. Барлық чесногымызды осылай блендер көмегімен немесе теркадан өткізіп алсаңыз да жарайды. Осыдан кейін тұзымызды саламыз және қантымызды барлығын салып жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Шемішкі майымыз бар. Және осындай приправа 20 грамм қосамыз. Егер сіз жартысын істейтін болсаңыз 10 грамм қосасыз. Осы дәмдеуіш жақсы дәм береді. Және 9% уксусымыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Өздеріңіз қарайсыздар, қолмен араластырасыздар ма, перчатка киіп аласыздар ма? Енді мен өзімнің қолым өзіме таза. Иіс қандай керемет. Бізде осы салат жақсы өтті, қатты жақсы жемеді. Сондықтан мен сразу 4 килограммнан істеймін. Өртеді. Сіздер 2 килограммнан жасасаңыздар болады. Суы әбден шығу керек. Төрт сағатқа қалдырамыз. Әр сағат сайын араластырып тұратын боламыз. Бетін жауып, қазір қойып қоямыз. Және басқа шаруаларымызды істеп жүріп, арасында бұлғап қоямыз араластырып. Сосын 4 сағат өткеннен кейін банкамызға салып қайнататын боламыз. Мен де банка 2 литрлік банкеге салам. Себебі жақсы жеңілдеп деп жаңа сіздерге айтып кеттім ғой. Сіздер 2 килограммнан істесеңіздер, онда 1 литрлік банкілерге салып шықсаңыздар болады. Қазір көрсетемін. 4 килограмм огурцыдан қанша литр банкіге шыққанын. Мінекей, барлығын жақсылап араластырдық. Енді бетін жауып қоятын боламыз. Мінекей достар, біздің 4 сағат өтті. Өте керемет. Су шыққан. Міне көріп тұрсыздар ғой. Су қалай әдемі шыққан. Енді тағы 1 рет араластырып жіберейік. Осыны банкаларымызға салып шығатын боламыз. Енді мінекей 2 литрлік банка. Жақсылап бәрін араластырып, қияры мен сәбізін және сорпасынан құя отырып, жақсылап салып шығатын боламыз. Иісі сондай керемет. Және бұны қасықпен кішкене түсіріп жіберейін. Яғни басып салатын боламыз. Мінекей, достар. Дәмі де керемет. Өзі де керемет, түрі де керемет.
барлығы тамаша. Және де бір айта кететін жайт, сорпасын қатты астырмай құясыздар, себебі қазір бұл біздің кастрөлде қайнағаннан кейін суы сыртына ағып кетуі мүмкін банкамыздың. Сондықтан суын сәл-пәл жетіңкіретпей ғана осылай құямыз. Аузына бір-екі огурцы салып жіберейік. Міне. Осылай нағыздап салып жүрсек, суын кішкене алып тастайық. Болды. Осылай банкамыздың барлығына салатымызды салып шығатын боламыз. Мінекей менде 2 литрлік пен 2 шықты, және 1 литрлік, және мынау 370 граммдық банка. Барлығы осы шыққан. Үстіне кішкене огурцыйды кішкене тура жіберсеңіздер, 2 литрлік банкеге шығады екен. Сонда 6 литр шығып тұр ғой. Мінекей, енді бұларды енді суда қайнатамыз. Қақпақтарын тек қана осылай ғана жауып қоясыздар. Мінекей, 25-20 минуттай қайнағаннан кейін сосын барып арнайы жабатын боламыз. Мінекей. Міне бізде суымыз қайнап жатыр. Енді астына шүберек салатын боламыз. Сүлгі немесе банкамыз жарылып тесіліп кетпес үшін. Мінекей, астына бір ескілеуден салып жібереміз. Екі қабаттап салдым. Енді үстіне банкамызға келеміз. Литрлік банкамыз мына жерге сыйып кетер ме екен, әлде асып кетер ме екен, көрейік. О, нормально. Нормально. Ана банка ана жерге келмейді ау да. Осы үшеуін қайнатып алайық. Үстіне мен тағы да қайнатып болған суымды құяйын, себебі бұл су аз. Менде мына жақта су қайнап жатыр. Осыны алып өткізейін. Мінекей. Осы суымыз қайнағаннан кейін 25 минут бойы қайнататын боламыз. Мінекей, бізде осылай қайнап жатады. Мінекей, бізде қайнап дайын болды. Мынандай. Енді аузын жауып тастайтын боламыз. Дайын болған банкаларымызды төңкеріп, жылы орамалға орап қоятын боламыз. Ас болсын. Мінекей, біздер осылай жауып тастадық.